Газа тұрғындарының болашағы не болмақ? Ақ үй бұл қаладағы қақтығысты тоқтату үшін 20 тармақтан тұратын жоспарын жариялады. Онымен араб елдері де Израильде келісіп отыр. Айтып берейін. Бұл президент Дональд Трамптың Газа мәселесін шешуге бағытталған стратегиясы. Негізгі тармақтары мынадай: біріншіден, қақтығыс дереу тоқтатылады, Израиль әскері шығарылады, әскери операциялар, соның ішінде әуе соққылары тоқтайды. Бұл үшін кепілге алынғандар босатылуы керек. Жоспар Газаны радикализмнен тазартып, террордан арылған, көршілеріне қауіпсіз аймаққа айналдыруды көздейді. Бұл келісім қабылданып жатса, 72 сағат ішінде барлық кепілге алынғандар, өлілері де, тірілері де қайтарылуы тиіс. Хамас мүшелері амнистия алады, ал кеткісі келгендерге қауіпсіз шығу жолы беріледі. Тұтқындар босатылған соң, Израиль өмір бойына сотталған 250 палестиналықты және 2023 жылғы 7 қазаннан кейін ұсталған 1700 газалықты босатады. Газаға гуманитарлық көмек жеткізіліп, инфрақұрылым қалпына келтіріледі. ақш оккупация мен аннексияны қарастырмайды. Азаматтар ерікті түрде кетіп, кейін орала алады. Хамас пен өзге де топтар басқарудан шеттетіледі, ал туннелдер мен қару-жарақ өндірісі бірден тоқтатылады. ақш араб және халықаралық серіктестермен бірге Газада уақытша тұрақтандыру күштерін орнатады. Израиль әскері болса демилитаризация шарттарына сай шығарылады. Осылайша Газада экономикалық даму жоспары жүзеге асады. Энергетикалық жобалар, технократиялық басқару, ерекше экономикалық аймақ құрылады. Ал бұл процесті жалпы Трамп басқаратын бейбітшілік кеңесі қадағалайды. Израиль премьері Беньямин Нетаньяху бұл жоспарды қолдайтынын айтып, ашық мәлімдеме жасады. Оның айтуынша, бұл Израильдің Хамасты қарусыздандыру және Газаны бейбіт аймаққа айналдыру мақсатына қайшы келмейді. Егер Хамас келісімнен бас тартса, Израиль өз шараларын жалғастырады. Сондай-ақ араб және ислам елдері Трамптың жоспарын қолдап отыр. Мысалы, Мысыр, Иордания, Біріккен Араб Әмірліктері, Түркия, Индонезия, Пәкістан, Сауд Арабиясы және Қатар сыртқы істер министрлері бірлескен мәлімдеме жасады. Олар Трамптың басшылық рөлін және Газадағы соғысты тоқтатуға бағытталған шын ниетін құптап, оның бейбітшілік жолын табуға қабілетіне сенімін білдірді. Ал енді айтыңыздар, қалай ойлайсыздар? Бұл жоспар Газада бейбітшілік орната ала ма? Айтпақшы, маңызды өзекті жаңалықтарды Телеграмдағы Ақылтай арнасынан оқи аласыз. Сілтеме профильде.